Қайырлы күн баршаларыңызға. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге үй жағдайында қазан кәуаптың жасалу жолымен бөлісемін. Өте дәмді ас, жұмсақ болып піседі. Менің YouTube каналыма тіркеліп қойыңыздар, көптеген рецепттер бар. Бізге картошка мен ет қажет. Ең алдымен картошкамызды жақсылап ашып, жуып тазалап аламыз. Картошкамыздың үстіне паприкамыз бен тұзымызды салып, жақсылап араластырамыз. Қанша граммнан қосатынымыз описание бөлімінде жазулы тұр. Тарелкамызды алып, алдын ала жуып тазалап алған еттерімізді орналастырамыз, тұз сеуіп шығамыз. Басқа да дәмдеуіштер қоссаңыздар болады. Мен үй жағдайында болғандықтан еттерімді турап алдым. Жақсылап еттерімізді турап аламыз. Турап алған еттерімізді тарелкамызға орналастырып, тұзымызды сеуіп қоямыз. Қазанымызды алып, отқа қоямыз. Майымызды құйып, майымызды қыздырамыз. Майымызды қыздырып алып, картошкаларымызды салып шығамыз. Картошкамыз орташа болғаны жақсы. Егер үлкен болса, ортасынан бір бөліңіздер. Екі бетін аудара отырып, қып-қызыл қылып қуырып аламыз. Міндетті түрде аударып тұрыңыздар, немесе күйіп кетуі мүмкін. Осылай қуырып алдым. Картошкаларымызды майдан сүзіп аламыз. Қуырып алған картошкаларымызды. Енді еттерімізді қуырып аламыз. Еттеріміздің барлығын майға саламыз. Екінші бетін аударамыз. Етімізді де міндетті түрде аударып тұрыңыздар, немесе еттеріміз күйіп кетуі мүмкін. Еттерімді де қып-қызыл қуырып алдым. Енді майдан сүзіп аламыз. Осылай қалған еттерімізді де қуырып аламыз қып-қызыл қып. Екінші бетін аудара отырып, қып-қызыл қуырып алдым. Майымыздан сүзіп аламыз. Майым көп болғандықтан барлығын құйып алып, майымызды құйып, орташа отта алдын ала қуырып алған картошка еттерімізді барлығын салып орналастырамыз. Картошка еттерімнің барлығын орналастырып алдым. 150 грамм су құйып, бетін жауып, 1-1,5 сағатқа бұқтырып қойып қоямыз. 1 сағатта менікі пісіп шықты, өте жұмсақ, әдемі көрінеді. Осымен қазан кәуабымыз дайын. Міндетті түрде жасап көріңіздер, ұнаса лайк, комментарий қалдырыңыздар. Пияз қосып ұсынсаңыздар, өте дәмді болады. Сіздермен бірге болған таң жарқын. Қош сау болыңыздар.